Қайырлы кеш достар, бүгін сіздермен асқабақтан жасалатын монтаж жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен қоңыр салқын суымызды алып, үстіне бір ас қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, ерітіп аламыз. Одан кейін бір ыдысымызды алып, ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ұныңызды кез келген нәрсе жасайтын кезде міндетті түрде електен өткізіңіздер, себебі мусор сондайлар кетіп қалуы мүмкін. Ұнымның барлығын електен өткізіп алдым. Енді дайындап алған суымызбен илейтін боламыз. Суымызды аз-аздан құя отырып, орташа жұмсақтықта қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды дастарханның үстіне тағы бір илеп аламыз. Сол кезде орталарының бәрі жақсы бірігетін болады. Қамырымыз осындай жұмсақтықта болуы қажет. Сол кезде мантыларыңыз күшті болып шығады. Енді қамырымызды салафанға салып қоямыз. Иіні қанғанша. Бір жарты сағаттың көлемінде иіні тез қанып шығады. Қамырымызды бір 15 минут өткеннен кейін тағы да бір рет илеп аламыз. Сол кезде бір тегіс ішінде кіртік болып қалмайтын болады. Және де қамырымызды 4-ке или болмаса 3 бөлікке бөліп аламыз. Өздеріңізге қалай жаюға ыңғайлы, солай бөліктерге бөліп қоясыздар. Бөлінген қамырымызды осылай дөңгелек етіп дайындап қоямыз. Ендігі кезекте асқабағымыздың сыртын ашып тазалап аламыз. Одан кейін асқабағымызды майдалап, төртбұрышты етіп, барлығын турап шығамыз. Достар, сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, маған тіркеліп алыңыздар. Менің арнамда көптеген пайдалы рецепттер бар. Менің рецепттермен отбасыларыңызға тамақ жасап беретін болсаңыздар, отбасыларыңыз сізге рахметін айтатын болады. Сонымен қатар, видеоны соңына дейін көріп, маған лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Енді пиязымызды да дәл солай майдалап турап шығамыз. Қанша мөлшерде қосатынымды видеоның астына жазып кететін боламын. Сол жерден көресіздер. Пиязымызды, асқабағымызды турап алғаннан кейін үстінен фаршымызды саламыз.
1 ас қасық тұзымызды және де 1 ас қасық қара бұрыш, сонымен қатар паприка саламыз. Тұзымызды дәміне қарай салыңыздар. Тұзды болып кетпесін. Енді фаршымызды жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мантаваркамызды сұйық маймен жақсылап майлап аламыз. Астыңғы бөлігіне суын құйып, газымызға қайнатуға қойып қоямыз. Қамырымызды орташа жұқалықта жайып аламыз. Қамырыңызды қалың или болмаса, тым жұқа қылып жайып жібермеңіз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін осылай орап алып, одан кейін 4 бұрышты етіп, барлығын турап шығамыз. Дайын болған қамырымызды қойып шығамыз. Фаршымызды біркелкі етіп барлығына салып шығамыз. Енді барлық қамырымызды түйіп шығамыз. Мантыны әртүрлі әдіспен түйуге болады. Осы видеодан қарап, әдістерін көрсеңіздер болады.
Tүйіп алған мантыларымызды мантоваркаларымызға орналастырып аламыз. Барлық мантымызды қайнап тұрған ыстық суымызда 45 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің асқабақтан жасаған мантымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Қамыры да өте керемет жыртылмай пісіп шығады. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз.